Павлодар облысы әкімінің тапсырмасы бойынша 3 жаңа мобильді бекет сатып алынды. Жалпы құны 100 миллион теңгені құрайды. Заманауи техникалар жаңа салынған жолдарды бұзатын ауыр салмақты көліктерді қадағалайтын болады. Аймақта ағымдағы жыл басынан бері жол жөндеу және көгалдандыру жұмыстарына 12,4 миллиард теңге қаржы жұмсалған еді. Өкініштісі ауыр салмақты жүк көліктері жаңадан салынған жолдардың қайта сөгіліп, шұрық тесік күйге енуіне себепкер болып отыр. Осы мәселені шешу үшін өңір басшысы жаңа мобильді бекет сатып алуды тапсырған болатын. Жақында құны 100 миллион теңгені құрайтын 3 бірдей техникаға қол жеткізілді. Майқайың Екібастұз. Майқайың Екібастұз, Майқайың Павлодар, Баянауыл Майқайың. Осы бағыттар бойынша кейін шығаратын орындар. Разрездер ауыр жүк таситын көліктер көп. Инертті материалдар сол жерден тасымалданады. Техникада өңірдің әр аумағында жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жылжымалы салмақ өлшегіштер бар. Келіп түскен ақпарат автоматты түрде компьютерге тіркеледі. Әр шағын автобустың төбесінде бейнекамера орнатылған. Осылайша онлайн түрде көліктік бақылау комитетіне ақпарат бірден түсіп отырады. Көлік инспекциясы қызметкерлерінің айтуынша, жол бойында шамадан тыс ауыр салмақты жүк таситын көліктер қатары толастар емес. Аймақ басшысы Қарағандыдан Баянауыл ауданына дейінгі аралықта түнгі уақыттарда жасырын қатынайтын машиналарды бақылау әрі қадағалау жұмыстарын тәулік бойы жүргізу қажеттігін алға тартты. Әсіресе Сабынды көл маңын көзден таса қылмауды тапсырды. Бақылау көліктерінің қасына тағы 2 экипаж қажет. Бұл жұмыстардың барлығы жолды сақтап қалу үшін жасалып жатыр. Жөндеу жұмыстарына республика 80 миллиард, облыс 12,4 миллиард теңге бөлген болатын. Енді сол жолдар ұзағынан қызмет етсе деймін. Дороги строятся 80 миллиардов теңге в этом году. Қала ішіндегі жолдарды, оның ішінде битумен бетон таситын көліктерде үнемі қырағы назарды қажет етеді. Жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші. Бұл істі Ішкі істер департаменті, жергілікті полиция қызметі, көлікті бақылау инспекциясы, көлік прокуратурасы, маслихаттар мен қоғамдық кеңестер жұмыла атқарса, оң нәтижеге қол жеткізер едік дейді Болат Бақауов. На разрезах надо поработать. Разрездерде әлі де жұмыстар атқару керек. Жетекші мамандар есте сақтаса деймін. Жүктерді асыра салғаннан көрі аз салған әлде қайда тұмды. Әр нәрсенің өз талабы бар. Что начинает говорить, что там уголь подорожает. Біздің түсіру тобымыз жаңа мобильді бекет орнатылған Павлодар Астана күре жолы бойындағы Қалқаман ауылы маңында болып қайтты. Инспекторлар бетон артқан Хоуа Қытай жүк көлігін тоқтатты. Көлікте рұқсат етілген 16 тоннаға қарамастан 36 тонна жүк тиелген болып шықты. Административная санкция. Әкімшілік санкция 432.900 теңге айыппұлды құрайды. Егер қарыз 7 күн ішінде өтелетін болса, айыппұл 50%-ға төмендетіледі. Айыппұл төленсе, көлік иесіне қайтарылады. 216 450. 20 тоннаға дейін артық мөлшерде жүк тасығаны үшін жеке тұлғаға 50 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Ал заңды тұлғалар үшін айыппұл мөлшері шамамен 4 есе жоғары. Гүлден Төлеген, Мұрат Абилмажит, Қанат Ахметжанов, Ертіс ақпарат.